Теңіз терең емес, кісінің жүрегі терең. Сол тереңге тастаған кей дүниеңіз жүректің түбіне бата алмай қайтадан қалқып шыға келеді. Сол қалқып шыққан дүние сұрақ. Адамдарда қызғаныш, көре алмаушылықтың болуы олардың өзімен емес, өзгенің ісімен айналысуынан, іссіз болуынан, бостығынан. Кедейлердің көбі жұмыссыз, бос адамдар. Көре алмаушылық деген жаман сипатта соларда. Сондықтан болар кедейлік күпірлікке жақын делінеді. Оңайдан олжа тапқандар жабыға жабу жапқысы келіп тұрады. Абыройын сатқандар ағайын арасына от жаққысы келіп тұрады. Жүрегіне шам жаққандар ғана кісі көңілін тапқысы келіп тұрады. Өмір ұдайы қозғалыс. Балалық шақтан өлімге дейінгі қозғалыс, қаласаңыз да, қаламасаңыз да солай. Ал бір жағы ғана физикалық қозғалып, екінші жағы рухани бір орында тұрып қалса, онда ол азап. Жүйрік арман қуып жете қалсаң ақ, жалп береді. Соның өзі бір сабақ. Осалдар жүр өзін жұрттан артық деп, ал мықтылар өзін жұрттан кем санап. Өткінші нәрсені қалаған жүрек ешқашан бақытты бола алмайды. Себебі бақытқа жеткізетін нәрсе өткінші болмауы тиіс. Ол мәңгілік болуы керек. Бала жазадан қорыққан кезде емес, бір нәрсенің дұрыс емес екенін ар ожданымен сезініп өз еркімен бас тартқан кезде ғана тәрбиеленген болып есептеледі. Дүниенің дүние болып дөңгеленіп тұруы қанағатта. Бірақ көп адамдар қанағатты білмейді. Содан да барып қазақтар кедей байға жетсем дейді. Бай құдайға жетсем дейді деген мақал шығарған. Қанағат қарын тойдырады. Қанағатсыз жалғыз атын сойғызады. Дегенді де Қазекем айтқан. Қанағатсыз жан құдайдың мансабын армандайды. Әмірі жүріп құдіреті үстем болып тұрғанда, пенде шіркін құдайды ұмытады. Өзін өлмейтіндей санайды. Міне бұл надандықтың шыңы. Ал надандық билеген заман соры қалың заман. Егер ақылың болса, өнер үйрен. Өйткені өнерсіз ақыл киімсіз дене. Яғни кескінсіз адам сияқты деуге болады. Білім ақылдың ажар көркі деп босқа айтылмаған. Дос болуға лайықты адамды екі қасиетімен білуге болады. Біріншісі, дәулетті кезінде малын аямайды. Ал кедей кезінде одан сырт айналмайды. Екіншісі, досы дүниеден өтсе, оның перзенттері мен ағайын туыстарын шақырып қолынан келген жақсылығын істеп, досының қабіріне барып зиярат қылып, дұға оқып еске алады. Назарларыңызға рахмет.